Спандияр Көбеев. Қалың мал романы. 3 бөлім. Қожаш үйіне келгелі бүгін 3 күн. Жатса тұрса Ғайшаны ойлап, күні-түні қамығымен болды. Үй шаруашылығынан бірдеме істейін десе, мойны жар бермей, тамақ ішуден де қалып жүрді. Жүрсе тұрса сөйлеленіп, замандастармен ойнап күлуден де қалды. Қожаштың бұл қалпын сезіп, сырлас жақсы көретін бір жеңгесі: «Кенжем, бір жерің ауырып жүрме, неге жүдеусің?» деді. Сырлас, жақын, жаны ашитын жеңгесі болғасын, Қожаш бастан аяқ сырын айтып: «Дертім сол, одан басқа ешбір ауруым жоқ. Не қыларымды білмей жүрмін», деді. Мұны естігесін жеңгесі: «Олай болса, уайымдап жата берме. Атқа мініп көңіліңді көтер. Ғайшаң жаққа бар. Реті келсе сөйлесерсің. Бөтен тірі жанға сыр берме», деп ақыл айтты. Тағы бір есіңде болатыны мынау: Тұрлықұлға бергеніне қыздың шешесі разы болмаса, онда қыз бен шешесі бірыңғай болғандығы ғой. Сен қыздың шешесімен орайласқаның дұрыс болар. Қайнысының көңілін көтерейін деп, Ғайшаны өлеңшіл дейтін, айтысамын деп жеңіліп қалып жүрме, кенжем», деп күлді. Бір күні үйге отыра алмағасын, Қожаш үйінен түс ауа шығып, тым болмаса Ғайшамен дидарласып келейін деп Амантай ауылына қарай бет қойды. Есілді жағалап келе жатқанда, бір шыңның астынан бір түлкі шыға кеп, аттыны көргесін қаша жөнелді. Түлкіні қуайын деп шоқыта алдындағы қырға шыға қалса, кетіп бара жатқан түлкі көрінбейді. Бір кішкене шоқыны айнала ұшып жүрген даланың жайын бүркітін көрді. Ізімен жортып келсе, түлкі ізі әлгі шоқыға кірген екен. Айнала жүрсе, шыққан ізі жоқ. Бүркіттен қорқып түлкі шарпыны паналап жатыр екен. Мына бүркіт осы түлкіні алмас па екен деп, кішкене шоқыдан түлкіні қуып шықты. Бүркіт түлкіні көргесін-ақ аспандап барып атқан оқтай зулап жерге түсті. Бүркіттің түскен жеріне келе жатып, анадайдан даладай болып түлкінің үстінде тұқындап жатқан бүркітті көрген соң, Қожашқа: «Тұрлықұл Ғайшаны алар болса, бейшара мұңды осындай халге түседі-ау», деген ой кіріп, сол ой іштегі шерді толқытып сыртқа шығарды. Даланы жаңғыртып, ән шырқап, шоқытып, Қожаш түлкінің өкпесіне тұмсығын қадап жатқан бүркітке де жетіп қалды. Аттан түсе қалып, түлкіні алып қанжығасына байлап, «Құдай бірісі жолым болады екен», деп ырым қылып қатты жортып отырып Амантай ауылына келді. Қотанда қой бөліп жүрген бір баладан өтірік білмегенсіп: «Итбайдікі қай үй? Серғазыныкі қай үй? Ол үйлерде қонақ бар ма?» деп жөн сұрады. Бала: «Итбайдікі кейін қалды. Серғазыныкі ана түтіні шығып жатқан үй. Онда бүгін шілдехана бар. Кеше Серғазы үйіндегі жеңешем ұл тапқан. Жаңа шілделікке Атекем ауылынан 2 шана қыз келді». Мұны естіп, Қожаш ішінен қуанып Серғазынікіне келіп түсе қалды. Үйге кірсе, 10 шақты қыз төр үйде шай ішіп отыр екен. Амандасып тұмаға қайырлы болсын айтып, шешінгеннен кейін Серғазы отырып: «Жиен, өзің қалаған жерге отырып шай іш», деді. Қожаш екі көзін аққудың көгілдіріндей болып отырған Ғайшадан айырмай жағалай бергенде, Ғайша келдің бе деген кісі құсап, қағысып оң жағынан орын берді. Бұл екі ғашық көп ішінде амандасқаннан бөтен сөз сөйлей алмай, құр іштерінен бірін-бірі: «Мен сені іздеп келдім», бірі: «Қашан келер екен деп сағынып жүредім», дегеннен басқа ойламады. Бұлар бірін-бірі көріп, көңілдерін демеп, жандары рахат тауып, қантпен ішкен қара шай балдан кем көрінбей отырды. Екінші ойлары соңыра ойын басталып, қолымызға домбыра тигенде не айтсақ лайық болар екен деген болып отырды. Ас ішіп болғанша жан-жақтан шілделікке келген бозбалалар екі үйді лық толтырды. Серғазы қатын алғалы бір сыпыра жыл өтсе де, бала болмай сағыныңқырап көрген қуанышы еді. Сол себепті ойын-той қылайын деп, жан-жақтың қыз бозбалаларына өзі де хабар бергізген. Бозбалалар әбден жиналып болғасын, ортадағы үйдің есігін аштырып қойып: «Енді ойындарыңды бастай беріңдер. Өзіміздің ауылдың балалары, шеттен келген жігіттерге қызмет етіңдер, құрметтеп жіберіңдер», деді Серғазы. «Тағы да ұмытпай тұрып айтып қояйын, ертеңде жиналып ойнаңдар. 3 күнге шейін рұқсат. Шамам келгенше аттарыңа шөп, өздеріңе қонақасыдан тартынбайым», деді. Бұдан кейін екі ыңғайлы жігіт шығып, қыз бозбалаларды реттеп отырғыза бастады.
Бұлар Қожаш пен Ғайшаға келіп, сіздердің араларыңызға бір қыз отырғызайық деп едік, деді. Ғайша, жиенмен екеуміздің тіземіз айрылмайтын шығар, бөтен жерге отырғыза беріңдер, деп Қожашқа қарап жылжыңқырай түсті. Қыз бозбаланы әбден отырғызып болған соң, әлгі екі жігіттің бірі тұрып, Серғазы аға, өлеңді кімнен бастап айтқызайын, деді. Серғазы, домбыраны бер әкел, өзім бастаймын, деп домбыраны алып, пернесін тышқан аңдыған мысықтың аяғында ептеп басып, әнге салып бір-екі ауыз айтып берді. Серғазы той бастарын айтып болды да, мә шырағым Жұмаш, енді ретімен кісі тастамастан айттыра бер, деп қолындағы домбыраны түрегеп берді. Домбыра шеттен жағалап келеді, әркім өз шамасынша айтып жатыр. Кезек Қожашқа келді. Қожаш домбыраны қолына алып, жұртты көп бөгемей-ақ, қалқам шырақтан жаялатып 3 ауыз айтып берді. Үй ішінде отырған бозбалалар бәрі бірдей шулап, бәрі келді жиен, тағы да айтыңыз, десті. Қожаш болмас, айтайын деп, домбыраның құлағын қайта бұрап, тамағын кенеп, біраз ойланып отырды. Қожаштың жанынан шығарып айтатыны да болатын. Бұл жолы қалқам шырақты қояйын, түсінген кісі түсінер. Түсінбеген кісі түсінбес деп, Ғайшаның қазіргі хәлін, өзінің ғашықтығын жұмбақтап өлеңге қосып, ән шырқап қоя берді. Қожаш өлеңін аяқтап, қолындағы домбырасын Ғайшаға қарай ұсына берді. Отырған бозбалалар да, Серғазы да. Жарайды, дұрыс айтасын жиен, десті. Ғайшаға өлең айт деуге бата алмай, Серғазы Жұмашқа, домбыраны алып шетінен айттыра бер, деді. Ғайша күлімсіреп, ертерек міндетімізден құтылайық, деп қолына домбыраны алды. Қожаштың айтқан өлеңі басқаға жұмбақ болғанмен, Ғайшаға жұмбақ емес. Түтінде бұлыққан іштегі шердің тиегін ағытып, көпке мұңын шаққандай 3-4 ауыз өлең айтты. Айтып болып Ғайша қолындағы домбыраны тастай беріп, Қожашқа қарай сүйеніңкіреп, содан бір жәрдем көріп, пана табатын адамша тығылыңқырап отырды. Қожаш та сыртынан оң қолымен өзіне қарай тартыңқырап жұрт шулап жатқанда, Ғайшаның құлағына аузын таяп сыбырлап, мен сені құтқарамын, Тұрлықұлдай бай емеспін, қара басыма разы болсаң, деді. Құтқарам деген сөзді естіген Ғайша буыны дірілдеп, разымын, разымын, деді. Қара көлеңке бола берген кезде ауыздарын жақындастырып сүйісіп алды. Бұлардан басқа да қыз бозбалалар сүйісіп жатыр. Бірақ бұл екеуінің сүйісуі жақындығында риясыз достық бар. Ғайшаның өлеңін естіген сол үйдегі әйел еркектердің ойға қалмағаны жоқ. Бір сыпыра қатындар жылап та алды. Жылаған қатындардың көбі малдың күшімен амалсыз келгендер. Кейбіреулері Ғайшаға жаны ашып жылап жатыр. Кейбір бозбалалар, итбайдың өзі шын ит кісі екен ғой, Ғайша сықылды баланы неше бай болса да шалға бере ме, деген ойға қалысты. Серғазы өз алдына қалың ойға түсіп, бозбалалардың ойын күлкісіне алаңдамай, төсегінде шалқасынан жатып, рас, Ғайша жас, Тұрлықұл 60-та ма, одан да артық па, аппақ шалға барып бейшара қалай адам болады? Жақсы, ішер тамақ, киер киімнен кемшілік көрмес, бірақ оның Ғайшаға пайдасы не? Ойын күлкіде өткізетін балғын мезгілін бір шалмен қалай өткізсін? Бейшараға кінә жоқ. Қайтсын байқұс, қалай зарламасын? Обал, обал. Алғашқы кезде осының обал сауабына кіріскендей болып ем, енді реті келсе құтылуына себепкер болсам, деп ойлап жатты. Боз балалар бір сапыра өлең айтып болған соң, алақан соқпақ ойнап, одан ортада отырғандарды кейін отырғызып, бірін-бірі көтерісіп ойнады. Шам қара көлеңке болған мезгілде қыз бозбалалар сүйісіп қояды. Қожаш пен Ғайша сөздерін әбден бітіріп, уәдені тастай қып байлап, ендігі әңгіме ретін тауып Тұрлықұлдың торынан құтылу болды. Боз балалар әбден тарқап болғасын, Қожаш төсек салдырып жатып қалды. Әне күннен бергі қайғы қасіреттерін ұмытып, қуанышты қалыппен Ғайша да үйіне келіп жатты. Бұл екі ғашық екі жерде жатып, екеуі таң атқанша ұйықтай алмай шықты. Қашан қосыламыз, қашан мұратқа жетеміз дегеннен басқа ой бұл екеуінде жоқ. Ертеңгі күн бұл екеуіне кеш болмады. Бір сағаттың ұзақтығы жылдай көрініп жүрді. Ғайшаның өте көңілді, бір жерде сабыр етіп отыра алмай жүргенін Ақсұлу сезіп сұрауға ибалық етсе де, бір оңашалықта, Ғайшажан, шілделікке баруға күн қашан батады деп асығып жүрсем бе қалқам, деді.
Иә, апа барамын. Бүгін кешегіден ертерек барамын. Түнде ойынға жиен келді. Апа екеуміз қатар отырдық. Жиен өзі жақсы ғой, апа, деп Ғайша жылап қоя берді. Апасы да жылап біраз көңілін басып алғансын. Шырағым Ғайшажан, есіңде болсын. Жиенмен қалай ойнап күлсең де мен сендерге ұрыспаймын, деді. Апасынан мұндай сөз естігенсін Ғайша көңілі тұрлықылда мүлде құтылып кеткендей болып, сен болмасаң, апа, мен не адам болар едім? Маған кімнің жаны ашыр еді, апа? Деп тағы жылап қоя берді. Екінші күні кеш. Шілделікке жиналған қыз бозбалалар кешегіден гөрі азырақ болды. Ғайша мен Қожаш кешегі қалпынша қатар отырды. Екеуі де қайғы қасіретті ұмытқандай. Бір сыпыра ойнап отырып, кешегі ұйқының әсерінен жалығуға айналып түн ортасы ауа берген мезгілде қыз бозбалалар тарай бастады. Ауыз үйде кебісін таба алмай қыздардан кейін қалған Ғайшаға Серғазы: «Ғайша шырағым, сен қалып бізге шай қойып берші, үй арасы жақын ғой, артынан барарсың», деді. Серғазының қатыны да: «Үкілім, кішкентай самауырды қоя қой, шырағым, кісі аз ғой», деді. Ғайша сенек ішінде самауыр қойып жүргенде Серғазы Қожашқа: «Жиен, Ғайша екеуіңнің ыңғайыңды байқадым. Тұрлықұлға бергенге шешесі мен қызы разы емес. Пәлен деп не қылайын, осы ауылда разы емес кісінің бірімен. Маған еш нәрсенің керегі жоқ. Мен сендердің тілектеріңде осы күні оңаша жер ғой, барыңа қамыңды жей бер», деп күліп, Қожашты үйден шығарып жіберіп күлді де қатынына: «Ешкімге сыр шашпағайсың, балкүміс», деді. Қожаш далаға шықты. Самауырға шоқ салып жатқан Ғайша артына жалт қарап, Қожашты көрді де қолындағы шымшуырды жерге тастай беріп қарсы жүгірді. «Жиен, саған шай қоям деп тоңып қалдым», деді. Екеуі сағынысып көріскен адамдай құшақтасып сүйісіп жолдан тайып қораның қараңғы бұрышына қарай кетті. Қожаш үйге барайын деп жүре бергенде Ғайша тұрып: «Жиен, енді қашан келесің?» деді. Қожаш ойланып, биыл тобылға шөп шапқанда 5 күн кемі бар еді. Соны өтеп, содан соң қалаға баруы бар. Соны есептеп, айналасын 9 күнге толтырып, енді 9 күнде бір оралып соғармын, деді. Шай ішіп болған соң Ғайша қайтқысы келмей, артында бірдемесі ұмыт қалған кісіше артына қарайлай үйіне қайтты. Төр үйде Серғазы мен Қожаш кеңесіп, көпке дейін ұйықтамай жатты. Серғазы бастан аяқ Тұрлықұл мен Итбайдың құда болып мал алғанын, шешесі мен қыздың разы болмай жылауда екенін, Ғайшаны Тұрлықұлға беру мәслихатының ішінде өзі де болып, жазықсыз жастың обалына қалдым ба дегендей ойда боп жүргенін әңгіме қып айтып отырды. Осы байқұстың көз жасынан құтылудың амалын ойлап жүргендігін де айтты. Қожаш та Серғазыдан сыр жасырған жоқ. Ғайшаны көргеннен ғашық болып, айттырайын десе, тонының келтелігінен жазып жүргендігіне дейін айтып қамығын қырады. Одан әнеу күні Итбайдікіне қонғанын, қатыны мен қыздың сол күнгі сөзінен байқаған қалпын, кешеден бергі Ғайшамен сөйлескен сөзді, еткен уәдесіне дейін тастамастан айтып, көңілсіз емес екенін білдірді. Серғазы: «Жарайды жиен, енді өзің ешкімге сыр берме. Келіп кетіп жүргенде түсетін үйің осы үй болар. Абырой сақтайтын жағын да ескеріп, кеш келіп, ерте қайтып ұятқа бізде қалмайтын жағын ескерерсің. Өзіңде абырой керек қой», деді. Ғайша да үйіне келіп, көңілдегі мүддесі біткенде болып рахаттанып, апасының бас жағында салаулы тұрған төсегіне жатып, еш нәрсе ойламастан, ішінен 9 күн деп қайта-қайта айтып, бір түрлі тыныш, тәтті ұйқыға көзі кетті. Ертеңіне Қожаш атын ерттеп, кешегі олжа түлкісін Серғазыға байлап, енді аттануға айналды. «Өзіңнің де жолың болатын реті бар екен ғой», деп Серғазы күлді. Қожаш атына мініп, жолда Итбайдікіне түсіп, Ғайшамен дидарласа кетейін десе дағы, құр түсіп аттанудың ретін табалмай тұра еліне қайтты. Есілді жағалап, аяң жортақпен келе жатқанда, аттарын сүмектей қылған өздері сақ-сақ күлген 3 жігіт жолықты. Бұлар Жүніс, Әлкен, Бірке дейтін бұрын Қожаштың ойнап күліп жүрген жігіттер екен. Амандасып болғаннан кейін: «Жиен, қайдан келесің?» десті. Қожаш жөнін айтқасын, Жүніс тұрып: «Серғазының қатыны ұл тапты деп еді, шілделікте болған екенсің ғой», деді. «Барған жұмысым ойын емес еді, бірақ кез келгенсін ойында болдым», деп Қожаш күлімсіреді.
Әлкен күліп, жиен, кімнің қызының қасында отырдың? Шыныңды айтшы, деді. Кімнің қызы екенін білмеймін, әйтеуір бір қыздың қасында отырдым, деп күлді. Жүніс тұрып, әнеугүні мен бір итбайдікіне барғанымда, Ғайша осында бүгін жиен қонып кетті деп аузынан тастамай отыр еді, дәу де болса Ғайшаның қасында отырған шығарсың, деді. Ол байғұс бір құр болған бала ғой. Әкесі шалға бергеннен бері қарай қосаланып жүдеп кетті деп жүреді. Қалай көрінеді, байқадың ба жиен? Деп Бірке Қожаштың бетіне қарады. Сөйлескем жоқ, бірақ көңілі жарым кісінің қалпы бар көрінеді. Ит жегенше кісі жесін деген бір мақал бар еді. Сол Ғайшаны сен алып қашсаңшы жиен. Осыдан еліңе аман есен бір жетіп алсаң құтылғаның ғой. Сонау Көкшетауға артыңнан кім іздеп барар дейсің? Деп Жүніс жолдастарына қарады. Бірке тұрып, олай деме Жүніс. Жиен Ғайшаны алып қашса, артынан іздеп барушы болар. Бірақ жиеннің елі де іргелі ел емес пе? Бұл елді алсақ, бұ да сөйте ұйып отырған ел емес. Тұрлықұлдың жесірі үшін өле кетуші шамалы болар. Міне, Тұрлықұл үшін өлмейтіннің бірі мына мен, деді. Тұрлықұл ана жылы біздің өзі сорлап сіңірі шығып отырған Құйекеннің жесірін тал түсте Әбіш бас болып ауылындағы небір байшыгеште Қыдыр дегенге алып берген жоқ па? Деп Әлкен зығырланғандай болды. Жазығымыз кедейлігіміз шығар, қотанды қой, үйірлі жылқының жоқтығы шығар, деп Жүністе мұңайған тәрізді болды. Құйекеңнің жесірінің кетуіне себеп болған ана жылғы кісі өлген штатта біздің Медеудің Тұрлықұл жағында болмағандығы ғой. Сонан бері бізге не істегісі келмей жүр. Жылқыңды шаңдатып, ауыл үстіне бастырып, тас өткелден суарма дегеніміз бұрынғының үстіне қосымша болып, болыс, билер өз жағында болғасын, біздің мың мая шығатын кең шалғынды тартып алмақшы болып жүрген жоқ па? Ғайшаны алып қашқан кісіге жаяу қалсам да астымдағы атымды қосып берер едім, деп Бірке күрсінді. Рас-ау, ода жоқ жерде, Бірке, сен едәуір әңгіме айтың-ау, Құдай жөнін беріп, Ғайшаны алып қашатын бір еркек табылса, есте болатын іс екен, деп Жүністе қайраттанғандай болды. Жақсы, жігіттер, сөз сөзден туады, сөйлемесе қайдан туады деген мақал бар еді. Итбайдың қызын Тұрлықұлға бергенінің өзі байлары мен би-болыстан кедей, нашар атаның көрген кемшілік, құршылықтарын қозғап, қай-қайдағыны еске түсірді-ау. Сендер оны айтасыңдар. Бір жылы мен ауылдағы Жаман Тоқбай деген сасық байға шөпке тұрғам. Тамақ киімді жөндеп бермегенімен жай қоймай, күнде боқтап басыма қамшы үйре бергесін, шыдай алмай шығып кетіп ем. Сол ит күніңді бітірмей шықтың деп бір айлық еңбек ақымды әлі бермей жүр. Саған ақымды жібермеспін деген сертім бар еді, сол әлі кетіп бара жатыр. Біздей сорлылардың құр ауызы айтатыны болмаса, қолына не келуші еді, деп Қожаш тағы мұңайғандай болды. Бәрі де ат үстінде қамшыға сүйеніп ойға қалғандай. Қой, құр тұрып ерте күнді кеш қылмайық. Не нәрсені уақытында көрерміз. Жиен, жас-жастың тілегі бір, жібектің түйіні бір, деген. Бізді өзіңе сана, енді біз жүрейік, деп Бірке атының басын бұра бастады. Өткен штаттан бері Тұрлықұлдың жатса тұрса ойынан шықпай, түйткілденіп, мазасын кетіріп жүрген Медеудің өткен штатта соңына ермегені бір болса, екінші жылқысын тас өткелден суартпағаны. Оның бір кегін Медеудің жесірін тартып алып қайтарып еді, оған місе тұтпай, кең шалғын есіне шықпай мазалана беруші еді. Бір күні Тұрлықұлдікіне би-болыстар сау етіп түсе қалды. Бұлар байдікінде қаздай қалқып, үйректей жүзіп 2-3 күн жатты. Мына Медеуден кекті қалай аламыз? Менің көңілім жалғыз жесірмен місе тұтатын емес. Кең шалғынды алып, тас өткелден жылқымды суармай кегім бітпейді. Сөйтіп бір сол кедей немелерді табаныма салып, әне біреу селтеңдеп жүрген құт тірсек Бірке дейтіннің екпінін басып қойсам деймін, деп Тұрлықұл Байғазы мен Құрымбайға қарады. Байғазы, Құрымбай, Байеке, жалғыз сіздің емес, сол Медеудің ызасы бәріміздің де есімізден кетпей жүр-ау. Қолдағы ел аман болса, сіздің бұл тілегіңіз орындалатын тілек қой, деп шіренісіп отырды. Әбіш тұрып, осы кең шалғын ретінде бай менімен көптен ақылдасып, сіздерді шақыртып жібермекші де болып жүреді. Бітер істің басына, жақсы келер қасына деген. Сірә, біздің байдың бұл ісінің сәті келер, деп күлімсіреді.
Құрымбай, жер деген сізге оңай ғой деген кісіше көтеріңкіреп насыбайын қағып жіберіп, олай болатын болса, осы жолы біржолата байдың ісін бітіріп кетейік, деді. Отырған жұрт ақылдасып, Тұрлықұлға тағы қалған дос-жарыларын шақыртып, кең шалғынды тартып алу үшін медеу үстіне жиылыс құрмақшы болды. Тұрлықұл медеуден кең шалғынды даулайды екен. Би-болыстар сол ауылдың үстіне сес құрады екен деген хабар дүңк ете түсті. Бұл хабарды естіген жұрттың бір сыпырасы сорлы медеуге штат, ерлік, билік не керек еді? Тұрлықұлдың етегінен ұстап дегенін істеп отыра бермес пе? Дегендер де болады. Бірке Жүніс Әлікен бұл хабарды естігеннен кейін ауыл ақсақалдарын тағы басқа ағайындар жинап алып ақылдасып, жиналып төбелесіп би-болысты ауылға түсірмей таратсақ қайтеді, десті. Ақсақалдар тұрып, қой, шырақтарым, олай болғанда ауырлық сендерге түседі ғой. Сендердің бастарың байланып жүрсе, арттарының іздейтін адам жоқ. Алса жерін алар, күндерің туса көрерсіңдер, деп төбелес қылуды тоқтатты. Бірке тұрып, жарайды, сіздер ұнатпасаңыздар ода болсын. Біз таза ниетті қазаға енейік деп ек, олай болса алатын жерін өздері ала берсін. Бірақ ауылға келіп опыр-топыр қылмасын деп алдынан кісі жіберейік, деді. Жіберейік, деп би-болысқа Жүністі аттандырды. Жүніс ауылдан шыға бергенде топтанып би-болыстар да келіп қалды. Медеуде би-болыстар екі-үш қонып мазалап, әптер-тәптер қып, басып көктеп кең шалғынды алмақшы болып ауылнайға қарай кетті. Ел қыдырып, көңіліңізді көтеріп қайтыңыз деп Тұрлықұлды да ертіп кетті. Бармағын тістеп Біркелер қала берді. Әй бейшара кедей-ай, саған да атар таң шығар күн бар ма екен?